Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қалай тұмаудан арылу керектігі туралы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, білесіздер, күз маусымы келгеннен бастап тек қана балалар ғана емес, ересектер, жасөспірімдер, қарттар болсын, кез келген жастағы адамдар тұмау ауруымен ауырады. Жалпы бұл ауру негізінен жылдың 4 мезгілінде де болады, бірақтан да әсіресе күзгі маусымда өте көптеген адамдар ауырады. Өйткені күз маусымында білесіздер, барлығымыздың ағзамызға витаминдер керек болады, және де түрлі вирустар өршіп кетеді. Сол себепті де осындай тұмау ауруын жұқтырып алуымыз мүмкін. Сіздерге выступление жасау керек болса, мысалы осындай уақытта сіздер вирус жұқтырып алғансыздар, мұрындарыңыз бітеліп, тамақтарыңыз ауырып, және кеуде тұстарыңызбен демалған кезде де кеуде тұстарыңызда ауырсынып тұратын болса, келесі кезекте айтатын ақпараттарды мұқият тыңдап алыңыздар, және де сол ақпараттарға сүйене отырып өздеріңіздің ауруыңызды біраз уақытқа ұмытып, керемет выступление жасап шығуға сіздерде керемет мүмкіндік бар. Кезекте бізде мұрынға арналған жаттығу. Бұл мұрынға арналған жаттығуды сіздер білесіздер. Ең алдымен біз мұрынның ішкі жағымен, яғни дыбысын айтамыз да сыртқа шығарамыз. Яғни біздің мұрнымызға түрлі сулар жиналып қалуы мүмкін. Мұрнынан су ағады ғой, енді тұмау болған кезде. Солардың барлығын біз шығарып тастауымыз керек. Өйткені олар енді бізге суықтап жиналып қалған болады іште, бірақ оның барлығы сыртқа шығып кету керек. Сонда ғана біз тұмаудан арыла аламыз. Сол үшін де бірінші кезекте ішке тыныс алып, деп айтасыз. Ал одан кейінгі кезекте сыртқа қарай, яғни біз мұрнымыздың екі жағын, яғни мен алдыңғы видеоларда да сіздерге көрсеткен болатын бұл жаттығуда, мұрнымыздың сыртын ұрғылаймыз да тағы да дыбысын айтамыз. Былай мысалға, менде бір қолымда қазір наушник бар, енді екінші саусағыммен көрсете кетейін. Мына жақта мұрынға жиналған суымыздың барлығы да сыртқа шығып кету керек. Сонда ғана біздің мұрнымыз тезірек жазылатын болады. Және де сіздер мысалға выступление алдында осылай жаттығулар жасап алсаңыздар, онда сіздердің жаңағы сахнаға шығуға, жалпы бір жерде сөз сөйлеуге ешқандай мұрныңыз кедергісін жасамайды. Келесі кезекте біздің тамағымызға жасалатын жаттығу. Жалпы білесіздер, тұмау болған кезде жөтелде жалпы тамағымыз біздің қызарып кетеді, немесе ісініп кеткен сияқты болады, Ондай кездерде енді тамаққа арналған арнайы спрей немесе дәрі-дәрмектерді қолданасыздар. Одан бөлек жалпы есінеу жаттығуын қолдану керексіздер. Білесіздер, енді есінеуді барлығымыз білеміз, Достар, осылай қайта-қайта есіне бересіздер. Сол кезде біздің тамағымыздағы қызарып тұрған, яғни бұлшық еттеріміз, солар есінеген сайын жайылып, қайта жиырылып, өзінің көлемін кішірейтетін болады. Және сол арқылы да сіздер осы тамақтың қызарғанын, ауырсынғанын біраз уақытқа ұмыталасыздар. Сол үшін де осы жаттығуды да жасап көріңіздер. Келесі жаттығу тарзан жаттығуы. Бұл жаттығуда сіздер өкпеңіздің тұсын, яғни ұрғылайтын боласыздар. Кеуде тұсыңызды ұрғылайсыздар. Екі қолдарыңызбен қайта-қайта ұрғылап, дыбысын айтатын боласыз. Қанекей достар, бірге жасап көрейік. Мінекей осы жаттығуларды сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер, және сіздерге пайдасын тигізіп жатса, комментарийға жаза кетуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Достар, тағы да сіздерге сұрағым бар. Егер де сіздер алдағы уақытта жалпы менің YouTube каналымда қандай видеоларды көргіңіз келеді, жалпы сіздер қандай тақырыптар қызықтырады, сол жайында өздеріңіздің сұрақтарыңызды комментарийға қалдырсаңыздар болады. Ал достар, осымен видео аяқталды. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.